қазір балалар біз сабағымызды бірінші бастамас бұрын психологиялық ахуал жақсартып алайық, иә? Яғни өрмекшінің торы әдісі арқылы бір-бірімізге сәттілік, жақсы тілектер тілейік. Кәнекей барлығымыз ортаға келеміз. Кел ойда. Кел қалды. Бүгінгі сабақта қателеспе. Әрсен бүгінгі сабақта шапшаң оқы. Бүгінгі сабақта шапшаң бол. Сабағыңыздан ешқандай қате кетпесін. Абдурахман бүгінгі сабағын сәтті. Асылбек бүгінгі күні белсенді болсын. Нұрдәулет бүгін сұрақтар түсін. Айсұлтан бүгін көпбалалылығына тілектесті. Нұралы бүгінгі сабақта көпбал жинап. Сабағында қателеспе. Қателеспе жақсы өтір. Аржан бүгінгі сабақты жақсы оқы. Бүгінгі сабақта Ал енді киіз үй әдісі арқылы топқа бөлініп алайық, иә, барлығымыз бері қарай келеміз. Киіз үй арқылы, киіз үй таңдайсыңдар. Кітаптарыңды барлығын алып, қай топ түсті, сол топқа барып отыра қойыңдар. Өздерінің топтарына барасыңдар. Мынау бірінші топ, мынау екінші топ, мынау үшінші топ. Балалар, бүгін бізде ақпанның 15-і сынып жұмысы. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жоспарлайық. Ал енді балалар, жұмбақ шешуге жаңа тақырыбымызды анықтау үшін жұмбаққа назар аударыңдар. Табанынан тіз етіп, жүрсе дағы сіз өтіп, күні түні ерінбей үйді жүрер күзетіп. Бұл не? Ит екен, иә? Ал қазір итке байланысты бейнероликке назар аударамыз. Балалар, видеороликте біз нені көреміз? Адамның досы. Ит адамды құтқарып, яғни итте сендер қалай қарасаңдар, итте сендерді тура солай жақсы көретін, иә? Адамның досы екеніне не істедік біз? Көзіміз жетті, иә балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамның досы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көгершін әдісімен басталып келіп тұр. Яғни көгершін бізге не алып келді? Хат алып келді. Оның хатында, яғни бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жазылған. Қандай мақсат берілген екен? Кәнекей оқып көрейікші. Яғни бүгін біз өз ойымызды білдіріп, шығармашылық жұмысқа дағдыланамыз. Бізге көгершін әкелген хатты, мақсатты біз бүгінгі сабақта орындап шығуымыз керек екен. Санды интеллект. Бұл жерде балалар бізде итім болса шіркін өлең құрауымыз керек. Астында сендерге сөздер берілген, сол сөздерге мысал келтіріп өлең құрауымыз керек. Мысалы, итім болса шіркін, ойнар едім мүмкін. Ал тағы кім құрастыра алады? Кім айтады? Осы сөздерді бірақ міндетті түрде қолдануымыз керек. Ернім. Итім болса шіркін, қуаныш білдірер едім мүмкін. Жарайсың. Бек асыл. Итім болса шіркін, өз-өзіме сенімділік артар едім мүмкін. Айсұлтан. Итім болса шіркін, қуанатын едім мүмкін. Асылбек. Итім болса шіркін, қуаныш білдірер едім мүмкін. Ибрахим. Итім болса шіркін, реніш білдірмейтін едім мүмкін.
Нұрмұхан, Итім болса шіркін мақтанар едім мүмкін. Арсен, Итім болса шіркін жақсы көрер едім мүмкін. Айхан, Итім болса шіркін жақсы көрер едім мүмкін. Рамазан, Итім болса шіркін мақтаныш күлдірер едім мүмкін. Еркен жайда ғой. Итім болса шіркін өз-өзіне сенімділік білдіретін едім мүмкін. Абдырахман, Итім болса шіркін қуаныш білдіретін едім мүмкін. Арслан, Итім болса шіркін реніш білдірмейтін едім мүмкін. Димаш, Итім болса шіркін қуанар едім мүмкін. Нұрдаулет, Итім болса шіркін мақтанар едім мүмкін. жарайсыңдар. Нұралай да ғой. Итім болса шіркін сағыныш білдіретін едім мүмкін. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта біз сендермен Бердібек Соқпақбаевтың көшер кезде мәтінінен үзінді өтетін боламыз, иә? Біз сендермен өткен сабақтарда Бердібек Соқпақбаевпен танысқан болатынбыз. Ал енді бүгін WordWall платформасы арқылы автор туралы сұрақтарға қысқаша мәлімет беретін боласыңдар. Дескрипторы автор туралы берілген сұрақтарға жауап береді. Егер де қазір бізде дөңгелек шығады, сол дөңгелектегі сұраққа жауап бере алған бала өзіне не істейді? Бір балдан қойып отырады. Ол үшін мен сендерге мынандай бағалау кезеңін таратамын, шкаласын таратамын. Осыны бірден бастап не істейміз? Жоғарыға қарай көтеріп отыратын боламыз. Тез аламыздар. Кім жауап береді? Еркенже, оқимыз бірінші сұрақты. Бердібек Соқпақбаевтың әкесі кім болған? Бердібек Соқпақбаевтың әкесі малшы қойшы болған. Кім жауап береді? Мына топтан жауап берсін. Айсұлтан. Бердібек Соқпақбаев қай жерде дүниеге келген? Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. Дұрыс. Ары қарай. Бердібек Соқпақбаевтың бұлақ атты жыры қай жылы шығарылды? 1950 жылы шығарылды. Дұрыс па? Келесі. Арслан айтады. Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармаларын білесің? Балапан қорғай, сол бір сабақ, балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа. Яғни осы шығармалары мен таныс етеміз, иә? Ибрахим. Бердібек Соқпақбаев қанша жасында анасынан айырылған? Бердібек Соқпақбаев 8 жасында анасынан айырылған. Қай романы Қазақстан Республикасында мемлекет сыйлығына ұсынылды? Өлгендер қайтып тірілмейді. Өлгендер қайтып келмейді романы. Яғни сыйлыққа еңбек болған екен, иә? Абдырахман. Шығармашылық жолын ере бастады. Балаларға көмектесеріміз сол. балаларға арнап жыр жинақ жазудан бастады. Иә, балаларға арнап өлең жазудан, жыр жинақ жазудан бастады. Нұрмұхан. Бердібек Соқпақбаев қай жылы дүниеге келген? 1924 жылы. Қай айда? 15 қазан. 15 қазанда екен, жарайсыздар балалар. Енді балалар, бізде түсіндірме сөз жазылып, қазір дәптерімізге жазамыз. Середе дегеніміз қандай мағына білдіреді? Сорайған, ұзарған деген мағынаны білдіреді. Басына күн туған дегеніміз қиыншылыққа тап болған деген мағынаны білдіреді. Қанке барлығымыз дәптерімізге осы жаңа сөздерді жазып алайық. Әдісі арқылы әр топ өздеріне берілген көшір кезде мәтін үзіндісін спираль әдісімен оқиды. Екінші, өздері оқыған бөлігіне тақырып қояды. Үшінші, пирамида әдісі сәйкестендіруді орындайды. Енді дескрипторы мәтіннің бөлігін оқиды 1 балл, оқыған бөлігіне тақырып қояды 1 балл, нұсқаулық бойынша пирамида құрады 1 балл, сәйкестендіру тапсырмасын орындайды 1 балл.
әдісі арқылы оқып шығасыңдар. Екінші топ біттіңдер ма? Аз қалды ма? Үшінші топ бітті. Болыңдар сіз екінші топ. Бірінші топ бізде басын оқыған болатын, екінші топ ортасын, үшінші топ соңын оқыған болатын. Енді сендер қазір уақыт беремін. Осы оқыған мәтінге тақырып қоямыз. Ал ақылдасып алыңдар, мен қазір сендерге уақыт беремін. Қандай тақырып қоя аласыңдар? Не туралы оқыдыңдар? Басында, ортасында және соңында. Майлыаяқ. Екінші топ. Алматыға көшуі. Үшінші топ. Қимастық. Қимастық. Яғни басы неден басталған екен? Майлаяқтан басталған екен, я? Ортасы немен жалғасты? Алматыға көшуі. Егелерінің Алматыға көшуі. Соңы? Қимастықпен аяқталған екен. Ал енді, неліктен майлаяқ деп қойдыңдар? Ибрахим? Өйткені басында майлыаяқ туралы жазылған. Қысқаша не айта аласың майлаяқ туралы? Не жазылған? Майлыаяқ жедел өскен еркек шөп. Ол байлау көрмей далада еркін шапқылап жүрген еркек шөп. Қандай ит түріне жатады ол? Ол қазақи төбет. Көмектесіп отырады, дұрыс топтағы. Ол қазақи төбет болғанмен қандай итке ұқсайды? Қазы көбіне ұқсайды. Екінші топ Алматыға көшуі дедіңдер. Неліктен? Өйткені майлыаяқ оны Алматыға көшетін егелерін біліп, егендегі тамақты тұмсығымен төгіп тастады. Ал оның еркіннің әйелі Зағипа айтады, өзімізбен бірге алып кетсек қайтеді дейді. Еркін айтады, мен де оны қимаймын, бірақ ол біздің Алматыда үйіміз жоқ қой, біз оны қаяққа асырамыз дейді. Оны қойшы әбекеңе берейік, оны жақсылап қарайды ғой дейді. Соңғы қимастықпен бір ауыз сөзбен айтасаңшы, Арслан. Өйткені еркін әбекеңге етке қарай әкеле жатқанда ит оны сезіп қойғанда өзінің ішігіне кіріп кетеді. Қатып қалады. Сол кезде ердің оған шық ғой, біз кетіп бара жатырмыз дейді. Әбекең қолындағы жақтағанын ұстап қояды. Ит оны көріп, одан бетер қорыққандай ешігін қуысына тығыла бастайды. Сол кезде Үшінші тапсырма бізде пирамида әдісі. Міне сендерге қазір стакандар беріледі. Бұл жерде сөздер және суреттер жазыстырылған. Мен сендерге қазір түсіндіріп кетемін. Яғни барлық топтың алдына нұсқаулық тастадым. Осы нұсқаулық бойынша сендер не істейсіңдер? Тауып стакандарды өз орындарына қойып, не құрамыз? Пирамида құрамыз. Құрастырған нұсқаулық бойынша пирамида құрған бала бір бала алады, сәйкестендіру тапсырмасын орындаған бір бала алады. Қайын топтар сақтай барлығымыз құрамыз. Болды ба? Үшінші топ бітті. Еркіннің әйелі. шығармасының авторы Бердібек Соқпақбаев.
қиыншылыққа тап болған, басына күн туған. Ит сатпайды деме, ат шаппайды. Теппейді деме. Бастайық. Нұсқаулық бойынша бірінші сөзден. Ит жетті қазына. Зағипа елдірма елі. Менің атым Қожа шығармасының авторы. Бердібек Соқпақбай. Басына күн туған. Қиыншылыққа тап болған қандай дедік? Басына күн туған. Еркіннің әйелі Зағипа. Үшінші. Шатаспаймыз балалар. Ит жетті қазына. Сосын. Сөреде сорайған. Ұзарған. Көрмей тұрма? Қайсы сұрақ қалды, қайсы не қалды сендер дегенді? Сөреде сорайған. Біреу қалды ғой сендерді. Қайсысы қалды? Қазір мен бір көріп шайын. Дұрыс құрастырған, бірақ шашыраңға жауап берді. Кәнекей, бірінші балаңдаршы. Дұрыс па? Үш шапалақ дедіңіз, барлығында дұрыс жауап берді. Бірақ олар айтқан кезде не істеді? Орнымен кетті. шашыраңға. Екінші топтыға. Екінші топты бағалаймыз, бір мен үшінші топ. Бұлардың барлығы дұрыс. Және үшінші топты. Келесі балалар бізде жұптық тапсырма аквариум әдісі арқылы. Мен сендерге қазір мынандай балықтар таратамын. Сендер оқулықты пайдалана отырып, не істейміз? Артындағы сөздерді жалғастырамыз. Сен екеуің бірге, Әпкемен де фломастер. сен екеуің қазір. Алын ішінде ерні қаңғылар, өрген еркек. Дұрыс. Келесі, бек асыл. Ит аяққа құйған асты ішпей, тұмсығымен төгіп тастады. Ит аяққа құйған асты ішпей, егеннің шетінен тұмсығымен көкке созып, ұлға кірісті. Так, кім бітті? Кім оқиға? Тез-тез оқи ғой. Таңертең ит аяққа құйған асты ішпей, егеннің шетінен тұмсығымен қағып, төгіп тастады. Бізде жеке жұмыс майлаяққа 5-6 сөйлемнен тұратын хат жазамыз, е? Мен сендерге қазір мынандай сүйектерді таратамын. Осының артына сендер не істейсіңдер? Хат жазатын боласыңдар. Тез, кім бітер? Сол не істейді? Оқиды. Дескрипторы хат жазады 1 балл. Егер де кеңес беру сөздерін қолданатын болсаңдар, тағы да 1 балдан қоятын боласыңдар. Аяқ қалайсың, әбекеңді өз иесінің сияқты көр. Кеңес жазған, е? Және жағдай сұраған. Тағы келесі. Майлаяқ сәлем, сен әбекеңді тыңдап жүрсің бе? Әбекең саған жақсы тамақ беріп жүрме. Жарайсың. Сәлем Майлаяқ, әбекеңе жақсы қарайма. Әбекеңді өз егеңдей көр. Арслан. Сәлем Майлаяқ, сен әбекеңді тыңдап жүрсің бе? Қорықпап, сені еркін тастап кеткен жоқ. Ол сені жақсы көреді. Олардың Алматыда үйі жоқ, сондықтан сені тастап кетуге мәжбүр болды. Сен қорықпа, олар сені жақсы көреді. Жарайсың, е? Майлаяқ, қалайсың, қанның тоқ па? Әбекеңе үйлендің бе? Әбеке жақсы адам, оған ренжіме. Жарайсыңдар балар. Жауап бергендер тез-тез өзіне балды қойып аламыз, е?
біз әр сабақта сендермен ұлттық құндылықтарымыз туралы айтып жүрміз, иә балалар? Енді жеті қазына да балалар біздің жолымызға жатады екен, иә? Қайки барлығымыз жеті қазынаны атап өтейікші. Ер жігіт, сұлу әйел, ақыл, білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, бел мұрт, жүйрік қазы. Көрдіңдер ма? Жеті қазынаның ішінде де бүгінгі біздің тақырыбымыз не бар екен? Құмай, тазы, ит те бар екен балалар. Осыны естерінде сақтап жүріңдер. Және де бір айтып кететінім, осы жеті қазынаны тікелей ер жігітке не істеген? Байланыстырған, иә? Ер жігітке байланыстырған. Ал енді балалар төртінші тапсырмамыз жеке жұмыс. Тұлпарын сүрінгесін әдісі арқылы. Әр топтан екі оқушыдан қазір шығып, не істеді? Жолымызды лақтыру арқылы мына жерде тұрған аттардың астында сұрақтар жасырылған, сол сұраққа жауап беру керек. Бірінші топтан кім? Еркем жетелеу. Жетінші атталады. Жоғарыда. Ол қазақи төбет тазы тұқымына жатады. Жарайсың, жабыстыра алып. Есі не деді? Мен сені қимаймын, әбекең жақсы адамды. Қайсан түсті саған қарай? Ес. Ит туралы мақал мәтел білесің бе? Қандай мақал мәтел білесіз? Итпен ойнасаң үрерсің, баламен ойнасаң күлерсің. Итің дос болған жақсы, досың ит болған жаман. Жарайсың. Балалар, үй тапсырмасы. Әбекеңнің қолында қалған майлаяқтың тағдыры қалай болған қысқаша өз қиялдарымен есептереміз үйде? Келетін боламыз. Сабақты қорытындылайтын боламыз. Маған не істеу керек? Бүгінгі сабаққа кері байланыс беру керек. Ибрахим. Бүгінгі тақырыпты басқа достарымен бөлісесің бе? Неге? Әрине бөлісемін. Қай жер қызықты болды? Ортбол платформасы болды. Бүгінгі сабақта қандай жаңа білім алдым? Итке деген достықтың және Бердібек Соқпақбаевтың өмірбаянын білім алдым. Платформа яғни, иә? Әркім өзінің көңіл күйін білдіріп шығады. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Тез көңіл күйімізді білдіреміз. Тез. Яғни баланың бет бейнесін саламыз, иә? Бүгінгі сендердің сабаққа көңіл күйлерін қалай болғанын. Мен сендердің қанша бал алғандарыңды тексеріп шығайын. Артындағы әпкелерге де көрсетеміз, қандай көңіл күй сендерде болған. Кәлкі екінші топ және үшінші топ. Яғни бүгінгі сабақ сендерге қызықты өтті деген ойдамын. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды.